сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі пәнінен қорытынды сабақты орындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Ең алдымен сіздерге сабақтас құрмалас сөйлем мағыналық топтары мезгіл бағыңқылы, сабақтас құрмалас, шартты бағыңқылы құрмалас және де қарсылықты бағыңқылы құрмалас сөйлемдер. Сіз яғни осы бөлімде осы сабақтас құрмаластың 3 түрін өткен боласыздар, яғни мезгіл, шартты және де қарсылықты бағыңқылы құрмалас сөйлемдер. Енді сіздерге А тапсырмасында биотехнология және гендік инженерия келешегі бөлімі бойынша алған білімдеріңді бекіту мақсатында аргументивті эссе жазыңыздар деді. Сіздер білесіздер, ол алдыңғы тақырыптардан бері әрбір қорытынды сабақта аргументативті эссе жазуды сіздер уже үйреніп қалуларыңыз керек, және де оның не екенін білесіздер деген ойдамын. Ал егер білмесеңіздер, сіздерге айта кетейін, аргументивті эссенің мақсаты белгілі бір тұжырымды фактілер арқылы дәлелдеу. Мұнда автор эмоцияға ерік бермей келтірген фактілерді жүйелі түрде түсіп, шындыққа негіздеуі тиіс. Бұл эссе белгілі бір мәселеге әртүрлі көзқарасты жеткізуін көздейтін зерттеу жұмысының бір түрі екен. Ендеше сіздерге ол қалай жазу керек екеніңізді сіздерге түсіндіре кетейін. Содан кейін сіздерге эссенің барлығын оқып беремін. Және де айта кететін зат, мен бұл жерде қорытынды сабақта ауызша барлығын талқылап, ауызша сіздерге эссені де айтып беремін, жоспарын барлығын ауызша айтып беретін боламын. Ал егер сіздерге жазбаша нұсқасы керек болса, сообществоға кіріп немесе аканалияға кіріп, менің каналыма, содан кейін телеграм каналыма кіресіздер, менің жекемді қалдырып кеткен болатынмын, сол жекеме кіріп, осы жазбаша нұсқасын алсаңыздар болады. Себебі мен әлі жазбаша нұсқасын жазбаған болатынмын. Сіздер алам дегенше, осы видео шығам дегенше, мен сіздерге жазбаша нұсқасын жазып қоямын. Сол себептен жазбаша нұсқасы керек болса, мен телеграм каналыма кіріп, жекеме жазып, жазбаша нұсқасын алып алсаңыздар болады. Ендеше тезірек тапсырмаға көшейік. Ең бірінші, яғни бізге бөлім бойынша оқып тыңдаған мәтіндегі мәліметтерді еске түсіріп, эссе жазуға қажет ақпараттарды жазыңдар дейді. Яғни бөлім бойынша өзіңіз түйген заттарды, барлық мәліметтеріңізді еске түсіріп алыңыздар. Осы бөлім туралы біз биотехнология туралы өткен болатынбыз. Соны өздеріңіздің естеріңізге түсіріп, бірінші мәліметтерді әр жерден жинақтап аласыздар. Келесі екіншіден аргументивті эссе жазуға тақырып таңдап, оның мәнін ашатын сұрақтар қойыңдар дейді. Яғни эссеге тақырыпты таңдайсыздар және де оған сұрақтар қойасыздар. Яғни сіздер тақырыпты таңдауларыңыз керек деп тұр ғой. Ал үшіншісінде таңдаған тақырып бойынша бөлімдердің атын ойластырыңыздар. Миға шабуыл жасау арқылы аргументивті бөліктерді ойлап табыңдар. Яғни әрбір бөлімге қандай аргумент келтіру жайлы ой пікір айтыңдар. Яғни аргумент дегеніміз дәлел сияқты ғой. Келесі төртіншіде аргументтерді статистикалық мәліметтермен дәлелдеу үшін көтерілген мәселені анықтаңдар және оның туу себептерін анықтау үшін сол тақырып бойынша өз бетінше ізденіп, зерттеу жүргізіңіздер дейді. Бұл жерде сіздерге тек кітапты мәліметтері емес, ғаламтордан да мәліметтерді зерттеп тұрып жазу керек екенін айтып тұр. Келесі бесіншіден сіздерге жоспар құру керек. Сіздер әр бөлімде не айту керектігін жүйелі бір-бірімен байланыстыра құрастырасыздар. Алтыншыдан барлық жақсы эсселердің бастауы жазуға сенімді кірісу екенін есте сақтаңыздар. Өз идеяларыңызды толық жазыңыздар. Жоспардан ауытқымаңыздар. Әр бөлімге қажетті ақпараттың түгел берілгенін көз жеткізіңіздер. Яғни қысқа нұсқа жазудың керегі жоқ.
барлығын толықтырып дұрыстап жазу керексіздер, сол туралы айтып жатыр. Келесі 7-шіде өз ойларыңызды сенімді түрде қорытындылаңыздар және де эссені есте қаларлық фразамен аяқтаңыздар дейді. Осының барлығын қазір біз эссе жазу барысында қолданатын боламыз және де жазған эссені тексеріп редакциялаңдар дейді. Оны да біз қазір істейтін боламыз. Ең алдымен мен сіздерге эссенің құрылу жолын айтып кетейін. Яғни біз ең біріншіде кіріспесін жазамыз, содан кейін біз сіздермен негізгі бөлім жазамыз. Негізгі бөлімімізде 3-ке бөлінеді. Содан кейін біз қорытындыны жазамыз және де қорытындылаған кезде эссені есте қаларлық бір керемет фразамен аяқтауымыз керек. Ең алдымен жоспарды айта кетейін. Бірінші, яғни кіріспесінде сіздер биотехнология деген не деп қоясыздар. Келесі негізгі бөлімін 3-ке бөлесіздер деймін. Биотехнология мақсаттары мен міндеттері негізгі бөлімнің 1-ші бөліміне, 2-ші бөліміне биотехнологияның тарихын жазасыздар, 2-нің 3-шісіне биотехнологияның маңызын жазасыздар. Яғни сонда негізгі бөлімді 3-ке бөліп тұрмыз біз, ол эссенің құрылуы. Естеріңізде болсын, кіріспеде, яғни не екенін ақпаратты нақты айтуларыңыз керек. Ал негізгі бөлімінде сіздер тақырыпты толықтай ашып барлығын жазу керексіздер. Дәлел келтіру керексіздер. Оның маңызы не, міндеті не, мақсаты не, соның барлығын негізге жазасыздар да, ал қорытындыда қорытындылап өздеріңіздің ойларыңызды қорытындылайсыздар да, содан кейін есте қаларлық жаңағы керемет бір фразамен аяқтай саласыздар. Бар болғаны осы. Және де 3-ші қорытынды бөлімге биотехнология тақырыбын қорытындылау деп жаза саласыздар. Яғни жоспарды сіздерге қайтадан оқып берейін. Сіздер мен айтып отырғанмен жазып аларсыздар деген ойдамын. Бірінші бізде негізгі, яғни кіріспесінде биотехнология деген не, 2-ші биотехнология мақсаттары мен міндеті, биотехнологияның тарихы, биотехнологияның маңызы, биотехнология тақырыбын қорытындылау. Ендеше жазып болсаңыздар, эссеге көшейік. Эссенің тақырыбы биотехнология. Енді эссені былай бастаймыз. Биотехнология дегеніміз биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процестерді адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өндірісте пайдалану. Қазіргі заманда биотехнология медицина мен ауыл шаруашылығынан бастап өнеркәсіп пен қоршаған ортаны қорғауға дейінгі салаларда шешуші рөл атқарады. Биотехнологияның арқасында біз гендік инженерия, дәрі-дәрмек өндірісі сияқты жетістіктерге жетіп жатырмыз. Бұл біздің кіріспеміз. Ендеше негізгі бөлімге, яғни жаңа абзацтан бастап жазайық. Биотехнологияның мақсаты адамның игілігіне қажет және сұраныстарын толық қанағаттандыратын өнімдерді алу болып табылады. Биотехнологияның міндеттеріне тоқталсақ, әртүрлі биотехнологиялық өнімдердің өндіріс сұрақтарын шешу және жаңа биотехнологияны дамыту болып келеді. Ал енді биотехнологияның тарихымен таныстыра кетсем, 19-20 ғасырдың алғашқы жартысында биотехнология жеке ғылым саласы ретінде дамыды. Биотехнологияның маңызы өте зор, себебі биотехнология ғалымының денсаулық сақтаудың, экологияның және өнеркәсіптің дамуы үшін өте маңызды. Бұл біздің негізгі бөліміміз. Ендеше қорытынды бөлімге көше кетсек, қорытындылай келе биотехнология біздің әлем үшін өте маңызды екенін түсіндік. Және де мен эссемді керемет фразамен аяқтағым келеді. Биотехнология адамның өмірін жақсартуға және біздің планетамызға қамқорлық жасауға
керемет мүмкіндіктер ашады. Мінекей, дәл осылай сіздерге эссе жазу керек болатын. Оны да біз жазып шықтық. Келесі ашық тест тапсырмаларын орындап көрейік. Ең біріншіде бағыңқы сөйлемді басыңқы сөйлеммен байланыстыратын етістікті формаларын жазыңыздар дейді. Ол бізде көсемше, есімше, шартты жай және де қимыл есімі болып келеді. Келесі, мезгіл бағыңқылы сабақтастың бағыңқысынарына қойылатын сұрақ. Олар қашаннан бері, қай кезде, қашанға шейін болып келеді. Келесі, үшінші, бағыңқы сыңары қайтсе, неткенде, қайткенше сұрақтарына жауап беретін құрмалас сөйлем түрі шартты бағыңқылы сөйлем. Келесі, төртінші тапсырма, шартты бағыңқылы сабақтастың бағыңқы сыңары баяндауыштың жасаушы формалары, олар шартты рай, көсемше және есімше болып келеді. Келесі, бесінші, қарсылықта бағыңқылы сабақтас құрмаласты жасаушы формалар көмекші етістіктер, шартты рай, өткен шақ есімшесі екен. Келесі, алтыншы тапсырмада қарсылықты бағыныңқы сабақтастың бағыныңқы сыңарына қойылатын сұрақтар, олар қайтсе де, нетсе де, қайткенмен, неткенмен, не етпестен деген сұрақтар екен. Келесі, Б тапсырмасы, яғни жабық тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Егер жануарлар организмде лизин жетіспейтін болса, оның денесінің өсуі тоқтайды. Құрмалас сөйлем түрі бұл жерде шартты бағыңқылы сабақтас сөйлем екен. Яғни бұл жерде жалғауын көріп тұрмыз, бұл бізде васы болады екен. Келесі, екінші тапсырмада се формулалары қарсылықты сабақтас құрмалас сөйлем дейді. Бұл жерде бізде құрамына гмо бар жемістердің пішіні, түрі әдемі болса да, дәмі иісі бастапқыдан өзгеше дегенді алатын боласыздар. Келесі, үшінші тапсырмада мезгіл бағыңқылы сабақтас құрмалас сөйлем жайылымдар мен шабындықтар жетіспегелі малазық дайындау қиынға соғып отыр. Мінекей, осыны таңдайсыздар, яғни бұл үш ә. Келесі, төртінші тапсырмада сіздерге ғанда формалары шартты бағыңқылы сабақтас құрмалас сөйлем, ол бізде адам құрамында гмо бар азықты көп тұтынғанда аллергиялық ауруға ұшырауы мүмкін деген сөйлемді аласыздар. Келесі, бесінші тапсырмада и формалары мезгіл бағыңқылы сабақтас сөйлем, яғни олар қонақтар келе сала той басталды, яғни келе сала деген жерде и формалары қолданылды екен. Келесі, алтыншы тапсырмада қарсылықта бағыңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің бағыңқы сыңарына қойылатын сұрақтар, оны жаңа айтқан сияқты едіміз, бұл жерде екі дұрыс жауабын көрсетуіміз керек, яғни ол қайткенмен және де қайтсе де. Ол демек бізде алтыға В және де Г нұсқаларын қоятын боласыздар. Осымен біз өзіміздің қорытынды сабағымызды аяқтаған болатынбыз. Келесі уақытта біз синтаксис, бұқаралық ақпарат құралдары бөлімін бастап, газет журналдарын адам өміріндегі орнын тақырыбын өтетін боламыз. Осы тақырыптардың барлығын жауаптарын өткізіп алмас үшін мен каналыма тіркеліп, бүгінгі сабаққа осы сабағыма лайк басып, міндетті түрде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достарыңыз да осылардың, яғни осы сабақтардың тапсырмаларын жауабын біліп жүрсін. Ендеше сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.